8-ші шақырылған Марқакөл ауданы мәслихатының кезектен 34-ші сессиясы. Құрметті бүгін сессияға шақырылғандар, Марқакөл ауданы мәслихатының 8-ші шақырылымының кезектен 34-ші сессиясының жұмысына 4 депутаттың төртеуі қатысып отыр. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы заңының 10-ші бабының 2-ші тармағына сәйкес аудандық мәслихаттың кезектен 34-ші сессиясы өз жұмысын бастауға құқылы. Сессияны ашуды дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ. Аудандық мәслихаттың кезектен 34-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Енді осы сессияға Марқакөл ауданының әкімі Үстінбек Нәбиолдаұлы Кемешев, аудан әкімінің орынбасарлары, аппарат басшысы, мекеме басшылары, ауылдық округ әкімдері, баспасөз ұйымының өкілдері, қоғамдық ұйым басшылары қатысып отыр. Сессия отырысы тікелей эфирде көрсетілуде. Құрметті депутаттар, бізге кезектен 34 сессияның күн тәртібін бекітуіміз керек. Ол күн тәртібі аудан әкімінің ұсынысына сәйкес күн тәртібіне ұсынылатын төмендегі мәселелер ұсынылады. Бірінші, Марқакөл ауылдық округының 2025-27 жылдарға арналған бюджеті туралы Марқакөл ауданы мәслихаты 24 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 19-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Қуат Қизатов Марқакөл ауылдық округі әкімінің ақпараты. Екінші, Төсқайың ауылдық округының 2025-27 жылдарға арналған бюджеті туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы 19-5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы Рауфа Кадыровна Нұрғалиева Төсқайың ауылдық округінің бас маманы есепшісінің сұрағы. Осы екі сұрақ қаралады. Күн тәртібі бойынша ескертулер, ұсыныстар бола ма? Онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ, бір ауыздан бекітілді. Енді құрметті депутаттар, сессия қатысушылар, сессияның күн тәртібін қарауға көшеміз. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе Марқакөл ауылдық округының 25-27 жылдарға арналған бюджеті туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 19-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Марқакөл ауылдық округінің әкімі Қуат Қизатовқа беріледі. Құрметті депутаттар, сессияға қатысушылар. Марқакөл ауылдық округі бойынша салық түсімдерінің кіріс бөлігін ұлғайту бойынша жоспарлануда, шығыс бөлігі бойынша қаражатты келесі бағыттар бойынша көбейту көзделген. 124-001-029 бағдарламасы аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету қызметтер бойынша 12 миллион теңге балалар хоккей қорабын орнату үшін. 124-022-029 бағдарламасы мемлекеттік органның негізгі капиталға жұмсалатын шығындары бойынша 18 миллион 500 мың теңге арнайы паркинг техникасын сатып алу. Сонымен қатар аудандық бюджетке 124-008-029 бағдарламасы елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру бойынша 7 миллион 710 мың теңге үнемделген қаражат азайтылды. Құрметті депутаттар, осы аталған өзгерістерді бекітіп қолдау берулеріңізді сұраймын. Баяндама аяқталды. Қуат Қизатұлы, сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Аталған мәселеде тұрақты комиссия отырысында жан-жақты қаралған болатын. Аталған шешімге өзгеріс енгізу туралы шешім жобасы құрметті депутаттар сіздердің қолдарыңызда бар. Алып қосарларыңыз бола ма? Шешімді қабылдау туралы ұсыныс бар. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалушы жоқ, бір ауыздан бекітілді. Рахмет. Күн тәртібіндегі екінші мәселе Төсқайың ауылдық округының 25-27 жылдарға арналған бюджеті туралы Марқакөл ауданы мәслихатының 24 жылғы 27 желтоқсандағы нөмір 19-5 шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз Төсқайың ауылдық округының бас маманы есепшісі Рауфа Кадыровна Нұрғалиеваға беріледі. Депутаттар және мәслихат сессияның қатысушылары. Төсқайың ауылдық округының 2025-27 жылдарға арналған бюджетін нақтылауға аудан бюджетінің нақтылауына негізі болып отыр. 124-011-028 елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру бағдарламасы бойынша жағалауды бекіту және Қарақаба өзені арнасын түзету жұмыстарына
5.652.000 теңге берілді. Мемлекеттік сатып алудың қорытындысы бойынша 4.452.000 теңгеге мердігер анықталып, жұмыс толығымен жасалынды. Үнемделген қаражат 1.200.000 теңге бюджетке қайтарылды. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Рафа Кадровна, сұрақтарыңыз бар ма? Аталған мәселеде тұрақты комиссия отырысында қаралып жан-жақты талқыланған болатын. Рахмет, отырыңыз. Төсқайың ауылдық округінің жаңағы 25-27 жылдарға арналған бюджет туралы мәслихаттың шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешім жобасы сіздердің қолдарыңызда бар. Осы мәселе бойынша алып қосарларыңыз бола ма? Онда дауысқа саламы, кім қолдайды? Қарсы? Қалыс қалушы жоқ. Шешім жобасы бірауыздан бекітілді. Құрметті депутаттар, құрметті шақырылғандар, Марқакөл ауданының кезекті 34 сессиясы күн тәртібі толық қаралды. Сұрақтарыңыз, ұсыныс пікірлеріңіз бола ма? Онда аудандық мәслихаттың 8-ші шақырылымының кезекті 34 сессиясы жабық деп жарияланады. Қатысқандарыңызға рахмет.